міне студенттер, бүгінгі темамыз романтикалық һәм реалистік суретлеу, яғни әдеби методлар hakkında. Бүгінгі өтілетін темамыз сол методлар, яғни романтикалық һәм реалистік методлар. Олар қашан пайда болды? Өзі дүния әдебиеті пайда болғаннан бері бұл методлар бар ма? Яғни қайсы дәуірде ең гүлленген дәуірі, бұл методлардың пайда болуына нелер себеп болды? Сол сияқты мағлұматларды бүгін лекциямызда естеміз. Бұлар реалистік һәм романтизм, бірақ сонымен бірге социалистік реализм һәм классицизм деген методлар да бар. Оларды да тән алатын, бірақ олар неғылды әдеби, көркем әдебиетта толығыменен қамтып алмағаны үшін, толығыменен тән алынбағаны үшін олар текарғы методлардың қатарына кірмейді. Яғни бүгінгі романтикалық һәм реалистік суретлеу hakkında айтпай тұрып, онан алдыңғы пайда болған метод hakkında айтып кетсек болады. Яғни классицизм методы бұл орта ғасырларда пайда болған метод саналады. Бұның классицизмнің өзгешелігі, бұл методта жазылған шығармаларда ең басты қаһарман һәр тәріплеме идеал болады. Һәм өзгешелігі және сол дәуірде білесіз, мысалы Шекспир шығармаларын қарайсыз, ямаса сол дәуірдегі классикалық шығармаларды өреткен драматургтердің өретпелеріне қарасаңыз, қаһармандар кімдер? Патшалар, дворяндар, сол жоғары қатлам уәкілдері саналған. Енді осы классицизм методында сол қатлам уәкілдерін жүдә бір идеал етіп көрсеткен. Һәр тәріптен олар патша, әділ патша, һәм өзінің сол дүниялық несіне бай һәм ақылы сана жақтан да жүдә терең болып, халыққа екі тәреплемеде оларды өрнек етіп көрсеткен екен. Мысалдарымыз бар, ол шахзадалар, патшалар, олар һәр тәреплеме жетік саналы етіп көрсетті, идеал етіп көрсетті деп айтамыз. Бұл қаһармандар бүгін жоқ, бірақ классицизмнің жаңағы айтып өткеніміз бір уақыттың қысқа дәуір ішінде болып өтуі метод сол сақланып қалған екен. Драматургтың ой мақсатлары, арзу ниетлері сол қаһарманға жайғастырылады екен. Мысалы, сол қаһарман сондай бір қаһарман һәр тәреплеме жетіп та көрсе, мысалы көріп отырып, ақылға ұрас келмейтұғын әрекетлерді де не қылады екен, әңгімеге асырады екен шығармада. Мысалы, енді қайсы дәуірге келіп реализм методы рауажланды? Бұл 19 ғасырдың басылары, 18 ғасырдың ақырлары деп айтады. Реализм не үшін метод кіріп келді? Бірінші түсініп алайық. Реализм методы енді баяғыдай патшаларды емес, инсандардағы, өзімізде инсанлардың жүдә бір идеал емес, өмірде қандаймыз, солайменен көрсетіп беру керек дегенде сондай уәкілдер шыққан екен көркем өнердің ішіне. Біз қайсы уақытта шығарманың, спектакльне, киноның қайсы методқа тән екенлігін біле алады екенбіз? Метолар? Ынжықтың мұхаббаты, бас қаһарман Қарабай. Бұл енді бұл реализм методы бойынша жазылғанда бұл. Мысалы, ауылдың сада баласы қандай бір сондай распынан нақып, ынжық. Ол реал өмірде бар нәрсе болды. Ол ешқандай бұл жерде қаһарманды бір асыра суретлеу, я болмаса әтрапындағы персонажға қарағанда бұны қандай да бір абырайлы етіп, я болмаса ақыл етіп бір жетік инсан етіп көрсетіп қойған жоқ. Кәдімгі ауыл жерінің жігітінің қандайлығы һәм оның сондай жаңа натық ұялшақтығын бәрін реал түрде суретлеп бере алған автор. Ынжықтың мұхаббаты қайсы жанрға тән? Бұл комедия жанры. Комедия жанры. Бұл енді жаңа Аристотельдің пікірі бойынша сол комедия бізден төмен инсандардың үстінен күлу. Сол жерде бір толқып кетейік, инсанның үстінен емес, инсандағы кемшіліктің үстінен күлу деп айтады еді. Қандай да бір натық, ұялшақ, қызғаншақ, сықма, сондай бір ұнамсыз іллеттер болады ғой. Сол іллеттердің үстінен күлу. Енді жақсы сіздерге және бір сұрау.
бүгінгі күнде театрларымызда, дүния театрлары болсын, Өзбекстан театрлары болсын, осы екі методтан, дүния тан алған әдеби екі метод деп өттік, осы екі методтан қайсы біріндегі шығармалар көбірек сахналастырылмақта? Қазіргі дәуірімізде романтизм жөнелісінде пьесалар жазылып жатқан жоқ. Кейінгі олар орта асырда көбірек жазылған да. Қазір кейінгі орта асырдан кейінгі дәуірден бастап реалистік жанрда көбірек сахналық шығармалар жазылып жатыр. Соның ішінде кейінгі уақытта театрларымызда көбірек реалистік жанрдағы пьесалар қойылады, спектакльдер қойылады. Келін бүгінгі топарымызды группаны үш топарға бөлсек һәм сәл интерактив қылып өтейік деп айтамын. Үш топарға бөлсек һәм сіздер реализмға 5, кино болсын, спектакль болсын 5 шығарма, 5 өретпе, романтизмға 5 өретпеден жазсаңыз һәм бір 2 минут уақыт көп емес, 2 минут уақыт берсек һәм извест алып шықсаңыз. Романтизмге Гамлет, Қаракөз, Ромео Джульетта, Титаник, Щелкунчикті кіргіздік. Ал реализмге болса, Ынжықтың мұхаббаты, Падаркүш, Жар, Жәмилә, Қайсы бірін дәлелдеп бересіз? Расымен де бұл романтизм, расымен де бұл реализм. Ромео Джульетта, Титаник, Щелкунчикті кіргіздік. Ал реализмге болса, Ынжықтың мұхаббаты, Падаркүш, Жар, Жәмилә, Ляфрузге, Төрт ашық дегенді кіргіздік. Енді бір-бірінен айтып берім. Романтизмге Гамлет айтып бере қойын. Бұл өмірден енді бас қахраманға со дәрежеде бір күш берген. Қандай? Сол рухларменен сөйлесе тұрған бір өзінің басқа бір әлем бар да, сол бойынша Гамлет басқа адамдардан ұқсатыланады, өзінің ой өрісі, пікіріменен, және білесіз, дұрыс айтып отырсыз. Демек, Гамлет адалатты орнату үшін драматург оған не қылды? Нұржамал айтып тұрғандай күшті бағышлаған екен, өзгешелікті. Сол өз заманы. Бірінші жанрын айтып беріп, қайсы жанр еді? Қызық, бүгінгі күнде қызық. Мысалы, ең бірінші аты не еді бұның? Ұрыны қарақшы басы. Басты аты болатұғын болса, сол уақытта трагикомедия жанрындағы еді. Бүгінгі күнде жар спектаклі қайсы жанрда інәм етілді тамаша өнерде? Драма жанры. Үшінші топардан Демек Альбина шығады екен, Маркерше. Демек, Альбинаның командасы романтизм методына қайсы шығармаларды кіріккен екен? Қане айтып өтіңіз? Романтизмге Золушка, Титаник, одан кейін Сақып Жамал Мақұлық, кейін Гамлет, Темір Хатын. Кейін реализмге Ромео Джульетта, Аязи, Жар, Жәмилә, Енді қара, Альбина, не үшін Темір Хатын комедияны романтизм методына тән деп жатырсыз? Енді одағы ойнайтұғын нені? Әйелді робот қылып, аламатта. сөйтіп ойнатады, идеалный қылып, саған не затты істеді, соның үшін.
Демек, драматургтың ой ниетлері, арзу халелерін неғылды робот арқалы жеткеріп жатыр екен, тамаша көрген. Рахмет, реализмді айтың. Реализм сол Ромео и Джульетта, Аязи, Жар, Ыншықтың махаббаты, Жәмила. Не үшін Жәмила реализмді тыңды? Себебі тема ұрыс дәуірі, дұрыс та? Ұрыс дәуірінде бірнеше емес, ер адамдардың массы түрде ұрысқа кетуі һәм оның жесірлері қалуы және мысалы инсандағы болатын сезімдерге не үшін ол Жәмила. Сондай ең дүние мысалы батыс Европа бірінші каналда деп жатырмыз. Не үшін жоғары көкірекке көтерілген шығарма болып жатыпты бұл себебі өзінің махаббатын таңлап кеткен үшін. Инсан дейді өзінің ішкі сезімдері не жатыпты. Өзіне де құлақ тұтып жатыпты. Мысалы бүгінгі күнге дейін еле тартысылы Жәмила тұрса, бізге сахнаға қойылса тартысылы пікірлерді пайда етеді тамаша өмірде. Біреуі Жәмиланы түсінсе, біреуі қаралайды неге дейді шаңырақлы адам шаңырағын тастап кетіп жатыпты, неге дейді. Ол басы ашық емес. Ешімді Ясон һәм аргонавтылар романтизмге тән методны. Енді ода асыра сүретленген не бұл? Фантастический. Адамның өзіне сыймайтын затты бар қылып қойды да ода. Ясонға жүктеп ол жаңағы. Ешкім алтын мойнаны ала алмай жатыр еді. Ясон не қылды? Алды. Ясон аргонавтылар не қылды? Барып алды, ешкім жетісе алмайтын Құдайдың қызы Медеяға не қылды? Ясон. Жетісті. Рахмет. Сіздер үшін аңсаты сахналық шығарма ма, яғни экран шығармасы? Ұстаз енді бәрібір кинематографияда күннен күнге жаңа модельдегі нелер аспектілер шығып жатыр да. Оған кино үшін сценарий жазу сәл имканият кеңдеу. Ал сахнаның өзінің бұрыннан жаңа өзгертіп болмайтын тәртіп қағидалары бар да ұстаз. Сол тәртіп қағидадан шығып кете алмайсың, сахнаға пьеса жазылады. Сол тәртіп қағидаға бойсұнған халда жазылады. Сахналық көрініс бәрібір имканият шекленеді, бірақ жанлы болғаннан кейін тамаша ойды өзіне тарта алады. Театрдың орны бәрі бөлек кино. Киноны қай уақытта шай ішіп отырғанын көре бересің. Бірақ театрға барып жанлы көрген кезде адам бәрі мәдени демалады да. Сезімлерді жаңағыдай катарсис басынан өткізген адам бәрі жеңілденіп шығады театрда. Бірақ екі ненің мысалы сценарий жазудың мысалы драматургия саласында пьеса жазудың екеуінің өзіне жараса қиыншылығы бар, өзіне жараса вазифалары бар да. Бұлар екеуі екі түр болып жазылады. Меніңше бұлар екеуін бүйтіп мынау жақсы, мынау жаман деп ажыратып болмайды драматургқа. Бәрібір драматург шеберлікті 5 жылда онда үйреніп отырсыз, шеберлік, драматург шеберлік. Менің өзім мысалы театр саласында жүргеннен кейін, сол театрдың ішкі несін білгеннен кейін, мен үшін театрдың пьеса жазу көптеп аңсатпау болып түйіле береді да. Енді дегенменен бәрібір сценарий жазудың айтып отырмын ғой, екеуінің өзіне жараса машақаты бар, өнерісі бар. Мысалы киноны аңсат деп айта алмаймыз, сценарий жазудың өзіне жараса қағидалары бар. Бәрібір сол киноны көріп отырған тамаша көйде тәсір етпесе, оны жаздым деп айту ешбір қайдым. Сол үшін ойлаймын, бәрібір екі жөнелісте де драматург өзін сынап көру керек. Бұл жерде сіздің персонаж не істеген болар еді деген шарт бар. Яғни, сіздер драматургсыз, шығарма жазасыз, шығармаңызда түрлі уақиғалар болады, түйін болады, кульминациялық, тамаша ойды қызықтырып тұратын уақиғалар болады. Енді не істейткен, оның не шешімі бізге қызық тамаша ойды. Демек, бұл жерде жағдайлар берілген, яғни һәр топардан біреуіңіз шығып, бұл бір қағаздан алып, һәм онда сіздің персонажыңыздың бір жағдайға түскені жазылған. Яғни сол жағдайдан сіздің персонажыңыз қандай жолықтады, қалай шығып кетеді.
жерде суроо жаңағы сіздің персонаж не істеген болар еді. Яғни қайнене келін кетемен дейді, анасы соны танасаң өлемен дейді. Бұл жерде менің персонажым, мен жаза жақ болсам егер, бұны комедиялық жанрға алып келетұғын едім да, себебі бүгінгі күнде бұл қайнене келін тақырыбы таусылмайтын тақырыпта. Бұны қанша қазбалай берсең бұл хақында көп нәрселер жаза беруге болады. Бәрібір қайнене келін деген уақытта біздерде көбінше әзір комедиялық бір нелерді оятыңқырайды да, дұрыс драмалық жанр көп ұшырасқанда. Демек бұл жерде мен персонажым, яғни қаһарман, ананың баласы, яғни келіннің күйеуі. Бұл жерде сол персонажға жүктеліпті, яғни мен персонажымға анасының күйеуін алу мақсатында сол өзінің келіншегін әсте ақынатпенен ана қазір әммесін өзім түсіндіріп қоямын, сіз ашуланба, сіз бізге керексіз, сіздері көп істер қылуға біздің алдыңызда тұруыңыз керек, ашуланба, қазір келініңізге жақсылап түсіндіріп қоямын деп, сол келінді өз қанасына алып кетіп, келінге де сол өтіріккеден дәкке беріп, сол анасы аяқта тынышталсын деп, сол анасын жаңағы өтіріккеден сол қатты бір нәрселер тарсылдатып, дауысын қатты көтеріп, бірақ айтып отырған қылып беремін, бірағында дегенменен ол әсте ақыры сол келіншегіне мені түсін, ол менің анам, бәрібір қазір саған қатты ашулы, саған дәкке беремен дедім, қазір сен қаттыға яқшы ай деп жылайсаң, бақырасаң, сықлайсаң, мен сені қатты ұрып атырған боламын, бақырып атырған боламын, сондай бір екеуміз неғылайық деп келіншегінен алдастырып, сол жайда сөз дәкке берген болып, сол жақта анасы аяқта бір мәс болады. Мен әнекей балама айттым, келіншегіне енді дәкке береді, соң міне бір хәзет бір еді, келіншек о нәрсені қылмай деген мақсатта бір қуанып отырады да, бұл да бір комедиялық бір сезімдер бір оятып жібереді да. Бұл жақта болса, келіншегі де енді ол күйеуінің өтірік істеп жатырғанын біледі ғой. Жаным бәрібір мен сені жақсы көремін, сені қоймаймын, сен менің баламның анасысың, ол болса менің анам, сен де туыр түсін, анамның күйеуінен шығуға әрекет ет, анам негізінде жаман адам емес, ол бәрібір әрбір кәдімге бір ләппай деп айтқан тыңлап тұрсам, ол да айтқан тыңлады. Ең бастысы мен сені жақсы көремін ғой. Менімен бірге болсаң, біздің шаңырағымыз сол биіктерге келіп көп перзентті боламыз деп, келіншегінің күйеуін алып, бұл жақта анасының да күйеуін алып, сондай персонажды бір ақылы, үлгілі, тамаша бөлге өрнек болатынын сол бір персонажлар болуы мүмкін, енді анасының гәпіне еріп кетіп, қатын раслап ұрып өмірде де, енді бұндай қылсаған болады. Енді бұл кезде бұл персонаж уже шаңырағын таңламаған бір басқаша болып қалуы мүмкін да, ұнамсыз қаһарман болып қалды. Өрнек бола алмайды. Әдетте көп сондай мысалдар, сразу мысалы дәрхал я анаға болса, я келінге болса, я ешқайсына болса алмай қолын бір сәтте кетіп қалады. Негізі, демек, екінші топтардың персонажы, ойлап тапқан персонажы неғылатықты ақылға салып, екі тәрепті де тыныштандырып, шаңырағын ұстап қалады. Демек, бұндай шығарманы өрнек қылып көрсетсек бола ма екен, тамаша бөлмеге? Не деп ойлайсыз? Болады. Шаңырақты ажыралып кеткенінен ерлеп алжастырып, ұстап қалу. Рахмет тілеймін. Темаңызға кім шығады? Фабула. Фабула бұл латын тілінен алынған болып, ертек, шығарма деген мәністі білдіреді. Ал драматургияда болса? Драматургияда болса, бұл сол шығарманың текарлы уақиясы, яғни өзегі деген. Хроникалық іздігі. Бұнда фабулада басқа әдеби уақиялардың қосатұғын өзгеріс кіртетұғын сюжеттен парқы, ол тек қана сол бір қаһарманның атырапында болып өтеді. Рахмет. Командаңызға рахмет. Екінші әртіңізді де тапсырмамызды да
жылды жоғары дәрежеде орындап берді. Сіздің персонаж не істеген болар еді деген Персонажыңыз бірінші неге, қандай жағдайға дұрыс келген екен бір таныса алайық. бұл жағдай күйеуінің қалтасынан хат тауып алған аял. Қандай? Не істеген болар еді? Мысалы оны мен де сол Гүлайым айтқандай комедия қылған болар еді да. Бұл жерде мен Қандай болуы мүмкін? түйінді хатқа байлаған болар еді. Бірінші сол түйінді хатқа түйген болар еді. Себебі бұның ішінде мысалы ойлап қараңыз, беттен келген хат болғанда я болмаса бір штраф хат болғанда әйел ымалданбас еді да бұл жерде. Бұл жерде әйелдің халаты ешқандай өзгермейді. Соның үшін бұл жерде конвертте ол мысалы қандай да бір мәнзіл жазылған бұл жерде да. Соның үшін гуман тудыруымыз керек та бұл жерде. Әйелдің күйеуінде гуман. Бұл түйінді соған байлайды. Сондан кейін сол күйеуінің ізін аңылып, я бір жұмысында берекет қалдырмайды әйелді мысалы. Оны бір комедия қылуға болады. Сол жаңағы әйелдің күйеуіндегі қандай да бір жаман ілінеттің үстінен күлу үшін. Сол күйеудің ізін аңылып, ол кейінде мысалы бұрында бір группада оқыған бір қыздың, группалас қызының жіберген бір достық бір нәрсе хатыдан бір нәрсе хабарлау үшін сөйтіп мен жұмақлаған болар еді. Бірақ соның арасында көп уақиғаларды рауажландырып, ең кейінде сол күйеуінің қандай екенін әйелі көзі жеткеннен кейін қандай да өкініш болады ғой. Сол ең кейінде сол қаһарманның өзінің қылған ісіне өзі ұялуы. Енді қандай қылар енді почтадан келген хатты? Почтадан келген. Қазіргі уақытта ол не келе ме? Мысалы SMS болуы да мүмкін. Күйеуінің телефонына SMS көріп қалды жаңағы. Я болмаса ол қыз шетте болып сол шетте болып жіберген болады да, бірге оқыған. Ол ешқандай оның күйеуіне ғарезді ниеті жоқ. Бірақ сол түйінді хатқа түйсек жүза қызық болады. Негізі өмірде, мысалы өмірде, қарап көбіңіз тұрмыс құрғанлар бар екен бұл жерде. Өмірде тауып алсаңыз, бірінші қашан оны келіп жағасына жұлқыламағанша нері қайнап тұрады, енді сіздің персонажыңыз басқаға ұқсамауы керек. Мысалы жаңа Мерула сіз айтқандай ашықтық хатын тауып алған болса, егер бір нендір жазылған хат, енді ол айтпайды да күйеуіне. Персонаж енді басқашалау қылатұғын болса, айтпайды, не қылады, ішіне салып жүре береді. Күйеуі де білмейді оны көргенін. Жүре береді. Екінші қатені күтеді ол. Екінші қатені күтеді. Жетті келмеуі тасылайды да аяғы. Бірақ не қылады? Аяғымен барады екенсің. Бірақ ішке салынған не дәрт не қылады? Оны кеміріп бара береді. Мен айтып отырғаным трагедиялыққа айландыратұғын болсақ деп жатырмын да. Ең кейін не қылады? Айтайын десе, мен таслап анық емес еле тап күйеуіне тиісілме я басқаға ма? Уақияны әр түрлі рауажландыра берсек болады екен да. уақытта аялдың ақыллығы, сабырлығы. Бірақ өзіне жәбір етіп жатыр да. Сол затты ішіне сақлап өзін жеп жатыр. Ең кейінде не қылды? Өзіне дәрт арттырып алды, ауру арттырып алды. Бірақ жұмақта келетұғын болса, қат оны күйеуіне емес, күйеуінің жорасы болана басқа біреуге тиісілі болып шықты. Әр түрлі да. Мысалы театр жолда тауылған болады, мысалы болып жатпасын деп қалтасын саған мүмкін, болуы мүмкін. Драматургтер сіздердің қолыңызда да қайтып беру. Мысалы Меруլаға бірінші жаңағыдай идея келді, комедиялық болып көрсету керек. Әркім әр түрлі. Мысалы Сайора басқаша пікірде болуы мүмкін, бұл бойынша. Олбек басқаша болуы мүмкін, Гүлайым басқаша болып жазуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Әр драматургтың өзінің стилі болады, бүгінгі метод деп жатырмыз ғой, мысалы Мерула романтикалық методта, қосқыларыңыз романтикалық методта болса, бәлкім бұл топардағы драматургтер реализмді методта жазуды абзал көруі мүмкін. Келін, үшінші топардан кім шығады? Ұлыбек. Сіздің персонажыңыз не істеген болар еді деген темаға мұғаліміздерде командамызбен ойласқан халда сол жерде отырып қазір біз дөреttік ана хақында ананы
таңдамақшымыз біз. Ана менен қоштасып алуды таңдаған екен. Анамызбен қоштасып алуды таңдадық. Группамызбен ойласқан қалды. Басына соңғы Yaxshi o'ylash. Құласы айтайын дегенім біз командамызбен Демек түсіндіңіз ба? Өмірінің ақырғы күні әжел келген қаһарманға бір адамменен ұшырасып ала ғой деп рұқсат беріп жатыпты. Ата-анасы бар екен, олардан біреуі перзенті бар, һәм аяғы бар екен. Кіммен ұшырасады екен? Бала. Сіздің персонажыңыз өзінің баласы перзентімен ұшырасады. перзентімен. Не себеп? Командамызбен ойласқан халда бір ерлі-зайып 3 перзентті дүнияға келтіреді. Біреуі қыз бала болады, қыз бала үлкені болады, 2 баласы, біреуі майып болады, награм болады. Екінші баласы жаңағыдай күндердің бірінде құласы ер жетіп олардың банкомалын көремен деген уақытта ана қыз шетелге өзінің жақсы көрген insanына тұрмысқа шығып кетеді. Шетелге. Ана әкесі қайтыс болып қалады. Сол уақытлардың бірінде ана жалғыз өзі 2 баланы тәрбиелаймын деп қалады. 2 баланың біреуі награм болады, біреуі ер жеткен бала болады. Ер жеткен бала қазіргі актуал тема біздерде один эксперт. Телефондағы ойындар, қыл тігіп, құмар ойындар. Бала күндердің бірінде ана сонша берген арыстың ақтайман деп баланың қатты қиыншылықтарымен оны үлкен оқу орнына кіргізеді. Бала үлкен оқу орнында оқып жүріп, кешкі уақытта ол көшенің балаларына түс келіп қалады да. Көшенің балаларымен достасып, ол көшенің балалары ол баланы құмар ойынына алып барады. Құмар ойында ол бала басқа күндері 1-2 сом тауып өзінің мәпін қандыру мақсатында жаңағы один эксперт ойына кіріп кетеді күндердің бірінде. Оны күндердің бірінде үлкен суммаға кіріп кетеді, анасы айтады, сондай ана мен үлкен құмар ойына кіріп кеттім, қарыздарым көбейіп кетті дейді. Анасы балам өзім төлеп беремін деген уақытта, анажан мен шетелге жұмыс істеуге кетемін құтылушы, сізге ауырлығым түспесін дейді бала айтады. Шетелге жұмыс істеуге кеткен уақытта күндердің көп уақыт өтпей, арадан бір апта уақыт өтіп, баласы үлкен стройк істеп жатқан болады, стройкіден жығылып құлап түседі. Сол уақытта ол баланың уже hamma жері награн болып қалып, жаңағыдай жаны шыға жатта баланың. Сол уақытта бала жаңағыдай әжелмен ұстасып, сол ақырғы сөздеріне келген уақытта, сол жаңағы анасын не қылады да, құмсап баяғы істеген істеген күнәларына кешірім сұрау мақсатында қанекей қайттан бір не берсе, имканият берсе, сол анамнан сол істеген күнәларым үшін кешірім сұраймын деген мақсат. Мен түсінбей қалдым ба? Темадан шығып кеттің. Мен балаға ең кейінгі айтып қосыласың. Негізі бала главный рөлде ме деді? Басқа қахарман бала болса, онда анасын Анасын таңдаған. Бала главный рөлде құласы. Демек, анасын таңдаған екен, анасыменен ұшырасады екен сіздің персонажыңыз. Демек, Ұлығбек сондай қылып уақиғаларды үзіп тастады. Сценарийін жазды. Яма жазады екен мен ғой. Молодец. Мен ананы қалай жағам деп. Таңдай берді. Рахмет, Ұлығбек. Темаңызды айтың. Композициялық құрылыс бойынша Аристотель dedi. Аристотель композициялық құрылыс бойынша не деген екен? Аристотель композициялық құрылыс бойынша өзінің поэтика шығармасында үшке бөледі. Уақияның басы, уақияның ортасы, уақияның ақыры. Уақияның басы бұл персонаждарды қосу, уақияның ортасы болса, бұл уақиялар рауажында конфликт пайда ету. Уақияның ақыры соңы болса, сол конфликт шешіп, жақсы жұмақ шығады. Енді сіздерге тапсырма болады. Бүгін өтілген тема бойынша, яғни романтизм һәм реализм методларындағы қайсыдыр бір шығарманы оқып келің, һәм маған талқылап тапсырма етіп айтып берің. Бұл романтизм методына тән себебі деп темадан келіп шыққан халда түсіндіріп берсеңіз, бұл сіздерге қосымша баха, қосымша балл, кейінгі жұмбақтаушы емтихандарыңыз үшін сіздердің қосымша алған бақаларыңыз болады. Кейінгі әмейлі шынығуларыңыз бойынша ма? Кімде қандай сұраулар бар? Түсінікті болса, теманы тыңлағаныңыз үшін дыққатларыңызға рахмет. Кейінгі сабақтарымызда көріскенше.